все. Біз баяғыда бүйтеміз ғой, ең бірінші бір подкаст істедік қой Калифорниямен. Көрмеген. Иә, көрмеген шығарсың. Соған бірінші заголовка ойлаймыз ғой, короче. Не бастаймыз. Әркім әртүрлі. Ебайт, мен сөйтіп кіріп, енді бүйтіп бастайын деп жатсам, амелай болып шығады ғой. Кеші дейтін нәрселер болғандай. Басына ма тизерге ғана ма? Мен тұрамда туған әкем маған арыз жазған. Өтірік бар ғой. Ха-ха ғой просто. Так мы пишемся, нормально ма? Бәрі камераны бір қарайсыз, ол артық етпейді ғой. Мен жаңағына қарап шықтым ба? Все. Қайырлы кеш, бұл шаткас. Бізде қонақта Жандос Самалбеков. Жаңа ғана Премьер Лиганың финалынан келе жатыр. Қай дела? Күшті. О, че, басып кеттің. Сен кемейсің мәне, Сұлтан. Мына жерді бәрін ашып атсам. Не алып жүрсіңдер десең. Премьер Лиганың финалынан шықтық. Ойын күшті болды. Ақбұлақ чемпион болды. Ақбұлақ чемпион болды ма? Келесі жылы Ақбұлақ командасынан мен вообще қатты үміт күтіп отырмын. Потому что новый волна келатыр, короче. Андай бар ғой, Премьер Лиганың чемпионы сразу вышка өтіп тұр ғой, или ондай жоқ па? Бар, неге жоқ. Болды ғой, өтіп тұр. Бұрында да болған, конечно. Жоқ, просто ұлттық лиганы санап, ол қалай болып кетті деген ма, соны сәл түсінбей жатырмын. Мен де білмеймін қазіргі лигалардың қандай статустары бар екен. Если команда жыртып тұратын болса, полный сезон жыртып жатыр, сондықтан да олар лайық. Мен ең бірінші ойыннан бастап көргенмін Ақбұлақтың, олшым айтқанда жоғары лигаға керек команда екен. Потому что олардың ішінде екінші миллион бар, короче. Төртеуі де ойнатады, төртеуі де мықты, төртеуі де сөзге жақын, төртеуің де сөйле десең сөйлей беретін команда, короче. Олардың импровизациясы мықты. Кайф, бүйтпей қой. Сен бүйтіп кете береді екенсің, короче. Маған ба? Иә, андай бүкірей кете берсің. Отыра бер, смело. Өзіміз тартып аламыз звукты. Осында қалдырыңдар десең. Ұрысып жатыр. Еще біз жаңа дейтін ремонт жасадық десең. Иә, кстати, артта тұрған шторды біз Жандоспен бірге тарттық, в общем. Иә, кезінде, оказывается, ночной потолокпен айналысқан екен бұл кісі. Ночнойда жүргенбіз. Бізде препарат көргенбіз десең. Соның барлығын көрсетті, иә, қолынан скелетін жігіт екен. Так, қазір Астанада не жаңалықпен жүрсіздер, кроме этого алдыда келе жатқан не бар? Қысқаша соны айтып өтейікші. Калифорнияның концерті 30 ноябрь күні Конгресс-центрде. Мен жүргізем. Калифорнияны айтады. Конгресс-центр? Конгресс-центр бар қазір. Конгресс-холлдан бөлек Конгресс-центр. Ненің экспоның жанында. 2800 орындық зал. Там 3000-ға дейін не қалауат, фан-зонамен бірге санағанда. Сонда да барша Астаналықты шақырамыз. Қонақ болыңыздар, келіңіздер, иә. Уже на носу. Круто. Одан бөлек 4-ші желтоқсан. Жытырманшылардың қауымына. Квнщиктердің қауымына. Ол Алматыда өтеді. Қармақшы құрамасы против Орал. Қабдолға. Қабдол өзі біледі кімді жинайды. Қабдолдың достары деп бүгін айтылды. А ол Оралдан бөлек болып кетуі мүмкін бе? Но біз қармақшы құрамасы өзіміз шығамыз против Орал. Ішінде енді назар аудар ағаларымыз жоқ, қалғандардың бәрі барша, или может оларда бар, білмеймін. Ол өз жинайды Қабдол. Бұл қалай шығып кеткен әңгіме? Вообще изначально қармақшы против Казиту дейтін ойын болды. Біз ең бірінші Жайбатылға да дәл сондай болды. Біздер ең бірінші Жайбатылда кім байдың балдарымен ойнадық. Сол кезде негізінен қармақшы против Казиту дейтін нәрсені біздер ұсындық. Потому что Қабдол енді досымыз ғой енді. Сөйтіп бір-бірімізге баяғыдан инстаграммен баяғыдан да немен де бүйтіп қарсылас болып келеміз, өтірік ойнатып. Сөйтіп ойнаймыз деп келген кезде ол кісілердің жаңа графиктеріне келмей қалды күніміз. Сонымен біз байдың балдарымен ойнадық. Енді қазіргі таңда тоже дәл сондай кейбір балдардың графигіне келмей план өзгеріп кетті жақын арада. Айттық, біз шықсақ бұл ойынға Казитомен шығамыз, шықпасақ шықпай қояйық. Сөйтіп Қабдол, короче айтқанда, до конца барамыз деді. Бұл жерде сонда Қабдол бар, бірақ Казиту жиналмай тұр ғой. Е? Балалар. Оны Қабдолдың өзінен сұрайсың. Болды, ақ қанығын, конкретно қызыл печатка лақтырылды, болды. Біз әйтеуір ойнаймыз, 4 желтоқсан ойнауымыз керек. Круто. Қайда болады? Алматы қаласы, Республика сарайы. Все.
Давайте ондыше басынан бастайық, жайдарманнан бастадық па? Қалай жайдарманға келдіңіз? Мен естігем, өте қызық оқиға бар деп осы жайлы. Вообще КВН-ге менің Қайыржан дейтін класстасым бар. Мен вообще Мектептен. да, иә, мектепте басталған нәрсе. 2010, ол кезде мен 10-шы класс оқимын. Сөйтеді бізге басқа класстан, короче, Қайыржан дейтін класстасым келеді. Қыдырбеков, біздің капитан, мен вообще жақсы көретін. Менің осы КВН-ге келгеніме сол себепші болды. Сөйтеді ол КВН жақсы көреді. А мен оған дейін даже КВН-ді вообще көрмегенмін. Үйде Вообще? болып атады, қарайсың бірақ. Кімнің кім екенін, қай команда Қызығушылық жоқ, жоқ, қарайсың, короче. дискіден қарап келдік енді. Но именно сол моментте 2010-да болып жатқан, эфирден беріліп жатқан КВН-ді көрмегенмін. Көріп жүрген жоқпын, короче. Ол кезде менде мектеп болды, үйдегілер қинады, андай қылып, ертең сен ентің бар алда, соны бітірмесең мал жайғайсың дейтін әңгімемен мен уже деп жүрген кез ғой, мейіп етіп. Сол моментте сол көшіп келеді да, короче айтқанда, не в тему кіремін ғой командаға. Қалай де? Қалай? Біз лицейде оқимыз, мен лицейде оқыдым, короче. И бізде 11 класс болды. Бірінші класс, екінші А, Б, В дейтін жоқ. Бір кішкентай мектеп, 11 класс болды. Әрбір сыныпта бір класстан. Болды, иә. 11 класс болды. Бірінші класстан 11-ге дейін. Сөйтеміз да, ол қармақшыда, иә? Иә. 10-шы класс біз 10 оқып жатырық. И 9-шы класстың балалары КВНчик. Олар активист, короче. Сөйтеді да, жаңа мен келген командалы, жаңа нем, Қайыржан, новыйдан көшкен классасым, ол тұрды, ол да активист. И сөйтеді солармен бірігеді да, сентябрьдің 1-нен бастап олар дайындықта. И олар күнде бірігіп дайындалып жүр. Сөйтеді да, оларға бір би керек болады. Майкл Джексонның. А мен класста, сол кезде тикток емес, тиктоник. Тиктоникпен қуып, өзімше бірдеңе қуып. Именно сол 2010 қатты болыватқан. Менің әлемім басқа ол кезде. Биге қызған ба бірдеңе, короче. Сөйтіп жүремін да, би арқылы, Жабокес, мен кәдімгі біреу өліп қалып, соны қайғырып оған, олар жеңіп алып, соған ақша беріп жатқан, соған қайғырып жүрген кезім. Ол соны байқайды да, короче, шыққанда бізге нені үйретті дейді ғой, лунная походканы үйретті дейді, короче. Сонда емес па да, кім Майкл Джексон? Майкл Джексон, лунная походка, иә. Иә, соны үйретті дейді, мен барамын, олардың дайындығына барып жүрмін. Үйретем, үйренбейді ешкім. Сөйтеді да, в конце концов, мен баратын боламын. Билеш деймін, өзің билеш. Иә, осыны сен істеуің керек дейді. И сол кезде Лисапат дейтін сериал болатты. Ферхунде бірдеңе дейтін сериал болатты. Барлығымызда. И сол жерде барып, мен типа қыз сындырудан жарыс болып жатады. Яғни біреу барады, екеу барады, үшіншіне мен лунная походкамен баруым керек та, біреудің бүйтіп мына жерінен ұстауым керек та, Ферхунде деуім керек. Болды сөз. Соған дайындаламын. И барамыз, сентябрьдің басы, уже 17 ме, 18 ме білмеймін. И шығамыз да сахнаға, мен дірілдеп тұрмын, андай Нартай Бекежанов Қызылордадағы 800 адам, полный зал, лық толы, короче. Сол кезде қорқыт құрамасылар уже хедлайнер ғой ол жерде. Звезда, еба, бәрін көріп мен шок болып жүрмін, короче. Сөйтем да шығамда лунный походкамды істеймін. И оған зал деп шыңғырды. Істегенге, иә, ішімде еба дедім, короче. И мен просто бір қасымда тұрған бір типа қыз, соны мына жерінен ұстаймын да, бер қаратамын да, Ферхунде деймін, зал бақыта қалады. Ол кезде енді сондай шутканың сондай заманы болды. Сол ойыннан кейін мен атып шығамын да, болды деймін ғой, мен КВН-ге ғашықпын, болды, мен бүткіл өмірімді КВН-ге арнаймын, бітті. Все. Мектеп, анау, мынау, пошел жопу дедім ғой, короче, болды. Реально сөйтіп арнадым да, үйдегілерден келдім, рұқсат сұрадым. Болды, мен КВН дейтін ұнатып қалдым, до конца дедім. Үйдегілер не деді? Менің әкем марқұм болып кетті, бірақ әкем до конца деді, короче, болды. Если осыны таңдасаң, до конца деді. Бірақ енді анау әңгіме келе жатыр ғой. Ертең не болып кетесің, оқымасаң, бүйтесің, сөйтесің. Жоқ, ол кезде ондай вообще. Ол кезде ол кісілер түсінген жоқ. И вообще маған да сенген жоқ негізінде. Бұған да келеміз қазір, не үшін екен. Сөйтіп мен КВН-ге келдім. Артынша біздер сөйтіп жүрген кезінде мен КВН-ге до такой степени ғашық болдым. Балдарға айттым, мен сол кезде плагиат дейтінді бізге редактурада ұрысты, короче, именно біздің командаға. Келесіде плагиат дейтін болмасын, сөйтпесін. Мен түсінбеймін, атып шығамда плагиат дейтін не деймін, короче. Айтты ғой, бізге ұрысты ғой жаңа плагиат дейтін не десем, командалар классасын бәрі бүйтіп жүр, короче. Енді мен новенькімін ғой мен. Әшейін лунный походка үшін келгенім. Сен кетші бар, жағаласпаш деп жүр ғой, короче. Мен массовкамын ғой енді.
сосын мен айттым, енді ұрысты ғой, плагиат істемейік та деп. Сөйттім да, короче, соны зерттедім. И сөйтіп жатқан кезімде до того бір 3 айдан кейін ба Қанат Әлжаппаров пен Бақытбек Қарамырзаев, Бақаулек братан, Иә. екеуі чисто екеуі жиналып Қармақшы аудандарының ауылдарын концерт аралауға келеді. И қасына Қармақшыдан давай бір-екі бір массовкаға КВНщик тауып алайық деген ғой, короче, пас беретін. Оны ұйымдастырып жатқан біздің Қармақшыдағы Асылбек дейтін братан. Сол ұйымдастырады концерттерін, бәрі лық толы, и ішінде именно мен массовкаға ілініп кетемін. Қалай? Просто Асылбек братан мен ұнатып қалады да жаңа. Жүрші сен дейді, короче. Қанаттарға пас беріп тұрасың болды дейді. Давай деймін, мен вообще қуанамын. Звездный момент қой. Конечно, иә. Ауылда ішін концерт аралап жүр, екеуі ғана. Просто біздер қасында кейбір шуткалерге керекпіз. Там түкте гонорар да жоқ, просто жүрсің. Брат, гонорар не, аналар дейтін аузымызға түкіріштеп жүрген жастар ғой, короче. Сөйтем да, сөйтіп еріп кетем. Сөйтіп біздер Қанекеңдерге ұнақ боламыз, короче. Бақалек екені. Ол кезде ол кісілер Тереңөзек құрамасы болып, әлі неде ойнағысы келіп жүр. Местныйға ойнайды, короче. Қонақ болып арасына, хедлайнер болып деген сияқты. Сөйтемізді бір апта аралаймыз ауылда. Біз ұнақ боламыз Қанекеңдерге. Сөйтеді да, сендер Тереңөзек құрамасы болып жүрсеңдерші. Біз Бақалек екеуміз, сендер екеуің дейді. Давай дейміз, Тереңөзек құрамасы болып шығып кетеміз, короче. Жаңа Қайыржан дейтін классасым екеуміз. Сөйтіп Тереңөзек құрамасы болып сахнаға шығамыз. Вообще ұнатам. Сөйтіп келіп 2010 уже 2-де Тереңөзек құрамасы болып ойнап жүремін мен. Аймақтықтың чемпионы боламыз, Ақтауға барып. Сөйтеміз да 2013-те фестивальға кетеміз. Уже біз аймақ чемпионы болып фестивальға баратырық. Бақаулек бізде уже жетекші болып жүру кезде. Барамыз да эфирге ойнаймыз. Бақаулек бізбен қосылып ойнайды. Сөйтіп ойнап, эфирге шықтық деп ауылға қайтамыз. Мен келемін де папаға айтамын. Все, 2013 эфирге шықтым. Қазақстан ұлттық арнасынан көрсетеді, папа қарады. Ол жерде мен чоста бір пас бергенім бар. 3 жылда уже. Иә, уже бүйтіп жетіп алдым. Ана жердің орталарын айтпай ақ қояйын. Сөйттім да жетіп алдым. Но негізі жақсы дәреже. Иә, 2013-те эфирге шықтым. Тереңөзек құрамасы. Ол кезде Тереңөзек құрамасы. Қармақшы, Тереңөзек дейтін аудандар ғой, короче. Иә, дәл сол кездері. Сөйтіп шықтық. Мен ол кезде чоста бір добивка ұрғаным. Не бердім? Пас бердім. И бір шуткаде бір шуткам бар. Сосын бір жерінде стол тасыдым. И мен эфирден қырқылу дейтін жерім білмеймін ғой. Оказывается, эфирге өттім ғой, полный көрсет деп ойлап жүрмін ғой. Оказывается, сол эфирдің аржанда қырқуы бар екен ғой. Сөйтем де папаға айтамын, все, эфирге шығып келдім мен деп. Болды, балам Астанадан келді. Папа кәдімгі телефонды алып алды да бүткіл ол кезде домашний книжка бар ғой, полный контактісін звондады. Кешкі сағат 18:00-де баламды көр менің, бүткіл туған туыс танысын танымасын, бәріне звондап шықты, короче. И бүткіл семья болып, сол күні ет асылып, бүткіл әулет болып, ұлттық арнаны қостықта қарап отырып қойып, мен де қарап отырмын, короче. Сөйтеді шығамыз, бағанағы пас жоқ, қиып қалған. Менің тек өтіп жатқан кездегі бір нем, екінші шутканы күтіп отырмын ғой, хотя бы шуткаде бармын деп. Шутка жоқ, и стол, бір шутка ойналғаннан кейін столда тасып баратқан түрім тұр ғой. Болды ма? Прикинь, и бір сөзім бар. Тереңөзектің бір жағдайына келетін болсақ дейтін әңгімем бар. Ол әңгімемді именно залды көрсеткен ғой сол әңгіме. Түрім жоқ, короче. Сөйттім, бірінші эфир. орнынан тұрам да, далаға шығып кетем. Ең ойлаш, далаға шығып. Батямен бірге темекі шектісің. Ол кезде темекі шекпейсің ғой, ол кезде де қойды. Қатташ қойды ма? Кешір мама деп қойды. Уже темекі бересіңдер ма деп қойды. Уже айтып атырып чекмек кетті деп қойды. Сөйтем да далаға шығам да арықтың жанына барып, ауыл ғой енді. Кіріп жылап тұрмын ғой, Малғора жаққа барып. Еңкілдеп жылап тұрмын. Ана намыс, бағанағы звондағандар. Папамды да түсініп тұрмын. Қанша мақтанып қойды, бір сөйлемедім ғой енді. Ол КВН ойна айтып тұрып мақтанды ғой. Қайсы сен балаң деген шығар енді пақанға да. Ол да сол не дейді. Сөйтем да намысымды сразу Бақаулек ағама звондаймын. Бақаулек аға, ренжіме. Болды, мен шығам командадан деймін. Ты чё, жынсың ба? Біз фестивальдан уже бірдеңеге өттік, жоғары ағам, кешірші мен. Мен шығам дедім да, сөйтіп намыстанып Қармақшы құрамасы ашылады.
кетіп қалдым. Уже По-любому содан болды. тереңөзектен шығамын да уже. Біз негізі одан бөлек Қармақшы құрамасымен Местныйда ойнап жүрік уже. Сол А, моменте. Уже Жамбыл уже бар, өз Баука бар, құрдастарым. Қайыржан бар, иә. Сөйтеміз да давай, неге біздің тереңөзектің аты шығып отқан кезде неге Қармақшының аты шықпайды? Давай қолымыздан келеді. Конечно, давай дейтін. Мен 2013-те біздер Местныймен Сыр еліне кіреміз. Сол кезде Фемида бар. Фемидамен бәріміз Қызылорда Сыр елінде ойнаймыз. Аха. Сөйтіп Олар да біз- молодой бірінші Конечно, иә, олар да келіп жатқан кезде. Сөйтіп біз еще аймақтықта Ақтауда Фемидамен бірге ойнадық. Ол кезде- келесі жылы, иә? Жоқ, 2012-де аймақтықта біз тереңөзек болып чемпион болатын жылы Фемидамен ойнадық. 2013-те Сыр елінде тоже Фемидамен бірге ойнадық. Ну, олар айтқан өз историяны, олар бүкіл почти лиганы Иә, біз көріп аймақтықтан бастап, сөйтіп. Вообще Есеттің де тарихы, менің де тарихым дәл сөйтіп келді. Сөйтіп біздер Олар уже бірақ орталыққа- осознанно түсіпті. Оларға беріп тұрған примерканы, бірақ олар өздері түсіп отырыпты әдейі. Иә, сөйттік тағына уже Есеттердің Фемиданың стилін түсінген ол осы Астана ғой. Сол моментте ол сондай стильмен біз редактурада Есеттерге қатты жыртыламыз, бірақ ойынға түсіндіре алмайтын тұғын. Ар жақтарда кірмей жүретін. Өзінің стилі бар ғой. Иә. И Астанаға келді де жыртап тастады олар. Сөйтіп бірге премьер лигаға түстік. Сөйтіп премьер лигаға түскен жылы біз фестивальде еще ойын көрсете алмадық. 2014-те. Фестивальға келдік, қиылып қалдық, короче. Ұнамай қалды. Сөйттік та уже паханнан тағы да атмена, тағы да ештеңе айта алмайсың. И 2014-тің 1-8-інде полный ойнап, сол кезде Батяға келіп кәдімгідей. Батя, все, контактын қақтан ал, звондаш деген. Осы жол точно звондады. Сөйтіп біздердің тарихымыз сөйтіп қосылды, короче. 2015. Уже 2014. Ой, Премьер лига. Премьер лига 1-8. Полный эфирге. Сырдария чемпион болатын жылы, Иә. 2015-те уже біздер жоғары лигада ойнадық. Вообще сөйтіп құрылдық. Балдар бәріміз бізде спонсор болған жоқ. Ол балалар қалай құрылды? Тоже сол Местныйда андан-мындан ойнап жүрген жігіттердің Жоқ, өзіміздің в жиналғандар ма? основном ауылдағылар, кәдімгі Қармақшыдан. Содан кейін барып Жоқ, Қармақтың ішінде де ойындар болып жүрген шығар? Жоқ. Ондай жоқ па? Ондай болмады. Мектеп аралық, сен біреуді көріп қаласың, біреумен қатты Жүсеш родной деп, боласың, иә. сен қолыңнан келеді дейтін сияқты нәрсе. Бізде Бауыржан Салайдынның, бізде биші, туған ағасы о баста бірінші сол кірді бізге. Оның туған ағасы қазір Қайсар футбол клубының, основной Қайсар футбол клубының вратары. Ол шығып кетті де, Баука сол кезде Жабаукеспен ауырады. Бетіне маскасын сатып алған. Сөйтіп ауыр жүрген жерден біз соны көріп қаламыз да, соны командаға аламыз. Иә, басында негізі, бірақ Аяжанды вообще билемей кеттіңдер, иә? Басында негізі бимен кіріп жүрдіңдер ғой? Ну, Қармақшы, бишілер деген ассоциация болатын. Болды, иә. Нелер андай, сол париотикстің нәрселері болатын. Сол Бауканың настроениесіне байланысты биші қаттым. Настроениесі болса билейміз, настроениесі болса билемейміз. Сондай бола ма? Но ол шығып кетіп, сосын би доғарылды. Шығып кеткен жоқ Баука. Баука әлі күнге дейін қасымызда. Ой, мен ағасы вообще биге қатысы жоқ. Оларды не үшін біз ағайынды Салайдынды алдық командаға? Ол кезде әкесі РУВДың бастығы болды ауылда. Ол кісілермен біраз дом культураны шешіп алатын тұғым біраз ақша керек болатын болса спонсор қылып алатын тұғым. Әрбір командада Баука болған шығар, Ну, круто. Біздің сөйтіп тарих сондай болып басталды. Сөйтіп 2010 нешеге дейін ойнадыңыздар? 2000 жайдармада 2017-ге дейін. Болды. 2016 жылы біздер финалға шықтық. Финалда сәлемдесу өте жақсы болды да, не болмай қалды. Жұлдыз келмей қалды бізге, Дамашкада. Атқазбай қалды ма? Иә. Ойын алдында ма еще? Ондай ауру бәрінде бар. Именно сол Дамашкаге. Еще сол күні, иә? Иә, сол күні, сол моменте 1 сағат қалған кезде. И Дамашканы полный өзгерттік біздер. 1 сағат қалғанда өзгерттік? 1 сағат қалғанда. 2016 Аягөз чемпион болды. Иә. Негізі, если келетін болса... Жоқ, білмеймін. Жоқ. Қатты сен алмаймын. Жоқ, Аягөз чемпион. По-любому, келгеннің өзінде де. Хотя біздер екілікке кіретін едік. Если келгенде. Қазір екінші орын кім алған білмеймін, бірақ бір өтте не қылмай қойын. Чемпиондыққа жоқтығын бірақ. Екінші орын Сырдария алды. Сол жыл Сырдария алды ғой, иә.
Айгүл фотосы бар ғой. Мұрат. И 2017-те біз сол жұлдыз келмей қалғаннан кейін неге келдік? Каждый ойын жұлдыз алып шығамыз дедік. 1-8-ге рэкетир Руслан Братанды алып келдік. О, Екінші енді қатты болды. 1-4-те кімді алып келдік? Тәуекел Мүслім қатты отқан кезде соны алып келдік. И сөйттік те нефтем ұшып кеттік, короче. 1-4-тен. Иә, 1-4-тен. И кейіннен оны бір кісілер айтты, это изначально план сондай, сендерді ұшыру дейтін сияқты. Потом что бізде спонсор болған жоқ, біз Жайдарман спонсор етеді сол кезде. Біз Неудобно болып вообще кеттіңдер алғысым ма? шексіз. Біздің ерлігімізді көтеріп, бізді спонсор еткен. Сондай нәрсемен ұшып кеттік те, ішіміз оқылды, сонымен Жайдарманды қоямыз ба, қоймаймыз ба деп жүрдік, короче. Но қой кеткен дұрыс болды ғой деймін. Иә, сонымен біздің Зато 2017 соңғы сол ширақ 1-4 кеттіңдер соңғы да. ойын болды біздің. Каждыйларын ширақ кеттіңдер ғой зато тез. Лично сен, наверное, ширақ Сөйттік кеттің. те қойдық, ары қарай, бірақ ішімізде тұрды. Ойнаймыз ба дейтін әңгіме тұрды. Сонда содан кейінгі ойын осы жай батыл болды ма? Жиналып ойнаған? Жоқ, одан кейін ктаға кетіп қалдық қой біз. Иә, ну, Жайдарманда. Жайдарманда жай батыл болды. Жай Сол батыл. 2017-те кеткеннен кейінгі ойын жай батыл. 23. 22. 22, иә. 2022. Онда өте үлкен сағынышпен болды. Өте қатты сағынышпен. Такой степен сағыныш. Айыруға настрой деген өте қатты болды. Оның да әңгімесі қазір жыртады. Қазір реклама. Ну енді онда ше жай батыл деген ол өте сағындырған ойын болыпты. И несі қызық болды сонда оның? Жай батыл мен үшін Оралудың. ең өте қатты уайым болды. Неге? Потому что мен сол жылы үйлендім. И әйелім менің вообще мен ойынды білмейді. Вообще Жайдарманға Вообще қарама? мен КВН арқылы таныспағам. Мен КВНщик екенімді білмейді. Сөйтем да мен КВН ойнағам деп айтып жүремін негізінде. Бірақ көрсетпеймін, кейбір ойындарымды ғана көрсеткен, бір жыртқан бір 2-3 тамашка бар, иә. Соны ғана көрсетіп қойған болды. И вообще ол КВНге қызықпайтын адам. Сөйтеміз да, біз үйленгеннен кейін уже неше айдан кейін, 3 айдан кейін ба, 2 айдан кейін ба, жаңағы жай батыл болатын болды. И біз соның дайындығындамыз. Короче, до такой степени мен мән бермеймін ештеңеге. Кіргізіп кеттік дайындыққа, тақ бірдеңе дайындық болып жатыр. Сөйтеміз да ойынға келеміз. Біздер одан бөлек, біз үйленген күні, мен сентябрьдің 6 күні үйлендім. 6 күні, 7 күні мен қонақтарым шығарып салудың орнына мен таң атпай, 12-де той бітті ме, таңғы сағат 6-та самолетпен Астанаға ұшып кеттік. Тұрсынбек Қабаттың несімен, жұп-жұбымен дейтін бағдарламасы болды. Әркім әйелдермен, жұлдыздар. Сол неге жобаға кетіп қалдық біздер сразу. И сонымен қатар жұп-жұбымен болып жатырмын да. Біздер келдік Астанаға, гостиницаға орналасамыз, байдың балдарын білесің ғой, нұрымдар дейтін жаман шығады ғой. Келді бізді күтіп алғаннан бастап, қармақшысы несі? Не команда дегенде мен қатыным түсінбей жүр, короче. Неге сендерге өйтіп, неге кемсітеді деп. Мен айтам, бұл КВНде сондай тема бар. Это нормально. Это нормально деп. Сен неге оған реагировать етпейсің, бірдеңе деп маған андай. Мен айтам, сен түсініп тұрған жоқсың. Ол бірінші рет көріп тұр, короче. Бәріміз бір гостиницада жатырық қой енді. И тамақ ішсек бізге прикол ұстайды, шығып баратсақ та, далаға шығып баратсақ та прикол ұстайды. Сонымен нормально бәрі. Оған мән бермейді. Сонымен ойын басталайын жатыр. И біздің неде дайындықта қатысады, короче. Әйелім отырады қасымда қарап. Біз дайындалып жатырық, біздің дайындықтар андай ғой. Я, сен ана жерден шықтың, дедің. Сосын кейін мен шықтым, дедің сияқты. Дәл өйстіп дайындалып береміз, короче. Уже көріп алдық. Не бұл деп отыр. Қалай бол дейді, короче. Короче, уже байдың балдарына сене бастады ғой әйелім. Уже сол жақтар ғой. Значит, мынау менің күйеуімнің командасы. Көз 5-1. Не то команда деп бастады ғой, короче. Сонымен дайындаламыз да ойын күні менде жүрек дейтін мына жерде тұр ғой. Бір күн бұрын не болды? Жұп-жұбымен болды. Біз одан барамыз да, әйеліміз екеуміз тоже бір қойылым қоямыз. Актрисалық, актерлық бірдеңе бір неден не алуымыз керек. Оны жыртып тастаймыз екеуміз. Сөйтеміз ол жерден бірінші орынмен өтеміз келесі турға. 5 жұптың арасына. Сөйтеміз ертеңгі ойын уже жай батыл. И до такой степени дірілдеймін ғой мен ойын күні. Обедтен бастап. Ол сонда чисто әйелінің алдында абырой түсіріп алмау. Вот именно маған вообще халық
вообще миымда тұрған жоқ, прикинь. Тек өз Иә, әйелің уже до алдында того защититься. әйелім түнде жатқан кезде де қалай мен деген сияқты нәрсемен айтып қалады. И реально мен түсініп тұрған жоқпын. Тем Просто более еще қалып бізде қарсылас байдың балдары. Байдың балдарынан реально қорқып тұрық біздер. Енді ойлашышы, екі легенда чемпионы вообще байдың балдарының Ну, тарихы иә, үлкен. тарихы вообще иә. иә зор. И мен до такой степени уайымдаймын. Әйелім уже мен келді, бәрін ем программ бәрінен кейін келді да. Сәттілік тілеп жатыр, мен айтамын, кете берші деймін ғой, короче, орныңа қарай барып отырып ойдып, әзір емес қой басталды. Мен айтамын, қазір дейтін халық кіріп кетеді, отыра бер деп алдап шығарып салғым келіп тұр. Сөйтті да, сәттілік енді деді ғой, короче, ол ал түсін білемін ғой мен. Оның сәттілігі уже мені аяп кетіп жатыр ғой уже. Сөйтеді де кетеді. И біздер мына жерде тұр ғой, жүрек дейтін бар ғой. Тем более біз жайдарман сахнасынан неше жыл шықпадық. И уже бірден еще Рома братан, бұл баяғы жайдарман бес сендер ойнаған, бұл басқа зал, бұл Азия Микстің залы деді ғой, короче, бізге. Ема, андай мидағы жүрек бәр, анау мынау общем сөйтіп шықтық қой, короче. Оказывается, өз залыңыз беген. Иә, оказывается, біздің зал, оказывается, бана дегеннен бәрі болып жатыр. Сөйттім да уже бірінші тичка өткеннен кейін все дедім, ол мынау біздің зал уже. Сөйттік та ойнап біттік. Нешінші жұп болып еді? Біз ең бірінші жұп болып шықтық. И бірінші бастадыңдар. Бірінші бастадық. Ең бірінші жайып атылды, бірінші команда. Бүкіл давка кетіп отыр екен ғой. Иә, еще сол бар. Одан бөлек Арсен бізге айтады, біздің сценарий дейтін дерзкий ғой. Рома, не үшін бізді бірінші қой, Жандос бар сөйлес дейді, мен айтамын. Любой. Даже біз нешінші қойса да шыға берейік жігіттер, керек емес. Сөйтіп те бірінші шыққанымызға Аллах тағаланың сөйтіп қойып берген уақыт. Наоборот, әдемі кетті ғой. Вообще дерзкий кетті. Мен көрдім ол енді. Вообще каждый тычка кіріп отты. Содан кейін уф дедім ғой, короче. Мен сол вообще жайып атылда қатты қуанғаным, эфирде барған секіріп қуанып атқаным бар. Ол шынайы қуанып Ол шынайы, мен қанша жерде болды ғой, бір әкім көбігін ұтып аласың, өйтіп қуанбайсың. Секіріп бір қара қап қой. Мен до такой степени секіріп қуанып биткенім, ол менің жаңағы әйелімнің алдында қорғаған абыройым да просто болды. Ол өмірінде бірінші рет менің КВН ойнағанымды сахнадан көріп отыр. Өмірінде бірінші рет КВНнің тусасына келіп отыр. Еще чемпион. Иә, и мен андай жерден үлкен ойында пояс алғаныма қуанып отырдым, короче, болды. Сол үшін мен үшін жайып атылып жүрегімде қалып қойды. Не деді бірінші сөзді ойыннан кейін? Ойбай, оны кейін, оны эфирсізде қойған, оны қайтесіңдер десе. Түнде көріп отқандар жайлап пауза қойыңдар да кірсіңдер десе. Ну, в общем, молодец. Вообще, конечно, ол дейтін, иә. Потом айтты ма, мен негізі сенбеп едім деген сияқты айтты ма? Содан кейін бірден айтты. Уже таза айтты ма? Мен жаным деді, вообще мен саған сенбей, кәдімгідей уже. Ұтылып тұрсын деді. Ну, енді күйімсің ғой, но айтыр, қолдауға бардым деді. Но мен сендердің деген дайындықтарыңды сол кезде түсіндім деді. Біздер сондаймыз ғой енді, бір сценарийді бір қарауымыз, шутканы білеміз. Ну да, ол любой сол ғой. шеттен келген адам түсінбей тұр ғой. Ойлаған, ол сахнада сөйтіп тұра ма деп. Жайып атылып сөйтіп мен есімде қалып қойды. Значит, ыстық ойын. Өте қатты, мен үшін өте қатты ыстық ойын. И тағы не? Енді 4 декабрь ма бізде? 4 декабрь енді қатты, сол енді өзіміздің поясымызды қорғап қалу ғой бұл жерде. Ну и сол Қабдолмен соны... Қабдолмен, иә. По-доброму шешіп сау. Иә, по-доброму. Мен вообще Қабдол досым алса да қуанам. Да. Иә. Ол да бір әйтеуір байғұс пояс алсын. Бізге уже қызық емес десең. Алсам да бере салам. Жоқ, а че если былай айтсам, Михалая 1/8. Ол адрес қой? Михалая 8 дейтін ол... 8/1. Жоқ, Михалая 8. Ол Райым, Артур, Диди Рейкерстің баяғы несі. Оралдағы, иә. Бұрындар олар сондай Михалая 8 болып шығып жүрді. Біз соған прикол ұстап, Михалая 8/1 деп шықтық. Негізі ол просто ради прикола шыққан нәрсе бе? Ради прикола, иә. Бә? Сөйтіп, өздеріңнен әкеттіміз өзің қолдаушылар болғансан? Сөйттік те, басында по приколу басталып, сөйтіп. Приколмен бастап, арты шынайы болып кеткен топпыз ғой үшеуміз. Неше, когда вот Азамат Камузяки оценкасын бергенде қандай чувство болды? Вообще біздің ақ көйлек, көк көйлек андай бүйтетті, деп кетті да бақыта қалды. Өзіміз түсінбей қалдық. Қалай ол шықты да жай жүріп бір уақытта да бір аптадан кейін, өлең шыққаннан кейін, салғаннан кейін. Басында жай тұрды, иә. Үйто бұл өлеңді үшеуміз 3 түрлі жаздық.
үшеуміз бірге отырып жазған жоқпыз. Да? Осындаймен жаза беріңдер ме сонда примерно? Дәл кішкентай ненің подвал болмайтын бір студия. Мына жақта біреудің видео фото студиясы, сол жерде кішкентай отырған бөлмеде бірінші Қабдол барып ақ көйлек көк көйлек дейтін жерін қайырмасын жазып кетеді, Қанай барып мағзұм оло деп сондай жерін жазып кетеді. Үшеуміз бірақ білмейміз. Мен келем не жазамыз деймін, білмеймін деп отырамыз да. Французский. I'm a rockstar, gangster, giving some par мен не Сол мынау ол да сол Жабокстен біраз Иә, киген мынау дүниелер жоқ, вообще мен шығарған жоқ, маған жазып беріп тұр еще. да, Иә, жазып бізде беріп тұр. Ғизат Калесов дейтін біздің музыкант бар. Өзіміздің музыкантымыз. Сол Өздері жазып береді қосылыңдар да. деп ойладым. Мен мұны не сөз деймін, әйтеуір бауыз емес па? Жоқ, нормально, брат. Сөйтіп жазып кеттік. Кейіннен өлең шықты, тыңдадық. Нормально екен деп андай вообще Әлі сенбедік. приколдың волнасы Иә, жүр, сөйттік та короче. просто так шығардық. Ол одан кейін бір апта бүйтіп жай басталып кетті да. TikToktың арқасында біреулер сол өлеңнің ішінде керемет андай нелерін ұстап алды да, видео түсіріп жіберді, мынаны биді бүйтетін. Ол вообще атып кетті. Сөйтіп бір жыл ұстады. Одан кейін бір жылдан кейін тағы бірдеңе шығып кетеді. Бүйтіп кетеді. Тағы бірдеңе түсіріп кетеді. Вайнерлер түсіріп кетті. В общем, СНГ-ның нелері түсіріп кетті. Танымал андай бірдеңелер. Сонымен бір ұстады. Қайттан уже өлең бүйтіп басылып кетеді да, сөйтіп кеткен кезде. Азамат Мұсагалиев шығарып жіберді, просто так үйінде отырып па өзі онда. Иә, компьютермен. Біз оған болды ғой, бақыттан. Забойка қылдырып болды олар өздеріне. Сол қайттан басылып кеткен кезінде өз алады ТНТ-ға шығарып жібереді. Еще біз соның арқасында ТНТ-ға шығарған үшін ақша алдық, прикинь. Да? ТНТ-да сондай бар. ТНТ өздері бере ма сонда? ТНТ-ға просто кім Азамат Мұсагалиевтер Камизяке өлең айтып шыққан үшін біздер соған разрешение бергенім үшін бізге ақша түсті. Қанша? 1 миллион бірдеңедей түсті. Это, былай қарасаң просто келіп отқан, иә? Сондай болды. Мен вообще таңғалдым, оказывается, біздің Қазақстанда ондай бар ма, жоқ па білмеймін. Негізі қазір мен КВН көремін әлі. Именно российскийді. Біздің қазақша өлеңдерді қатты бағалайды. Жай отырма бауырым деші. Біздің қазақша өлеңдерді қатты бағалайды ғой. Флэш Рояль деген команданы білесің ба? Команданы аттарын білмеймін, бірақ өлеңдерін қатты. Флэш Рояль деген былтырғы чемпиондар. Қаяқта? КВН-де. Жоқ, білмеймін, команданы білмейді екен. Флэш Рояль мощный команда. Таза қазақша өлеңдер. Арасында сендердікілер жүреді. Өлең жүр ма? Иә, олар забойка, короче, көп қосады. Арасында прям қазақша өлеңдерді қосады. Былтырғы чемпион и қазір финалда тоже опять. Кстати, екінші сразу кірді. И ондай командалар қазір көп болып кеткен. И ана сөзше, который бұл екінші Beatles деген. Біз вообще айтып отырмыз, сол күні білмейміз. Біз бақыттан басымыз айнап кетті. Тем более Азамат Мұсагалиев деген. КВН-нан келе жатқан деген да ғой. Еще бізге ТНТ-ға шығатын кезде... Прямой шықты ма? Жоқ. Прямой етіп айтқан жоқ, Кеша братан арқылы. Біз, короче, еще түнгі сағат 2-де ма, Кеша братан қайта звондап тастаған. Шошып кетемін, не болып жатыр? Мен оны көрген жоқпын сразу. Одан кейін бір түнгі сағат 3-де ма, бір телефонда қалған кезде, в общем, конкретно Азамат Мұсагалиев сендерден разрешение сұрап жатыр музыканың несін. Бірдеңе бар. Бүйтіп тұрған. Разрешениесі несіз? Бірге барайық па несі? Бірікті айтып тұрайық па? Вообще қуанып кеттік, біздің типа музыкальный барлығын сол нелердің бәрін шешіп отыратын, вопростарды шешіп отыратын Айбар дейтін Казитудағы әбеске айттық. Әбес осындай сұрақ келіп жатыр деп арға телефонды беріп жүрді. Әбес өз сөйлесті, өз не қылды, разрешение бәрін алып беріп, чтобы ертең андай не болмасын. Сөйтті да, сөйтіп айтып шықты, біз вообще қуанып кеттік. Конечно, ол деген қуанатын. Осындай, осыған ұқсас тағы қандай болды? Бір медийный үлкен личностьтан респект алған. Деген кезде ми істемей қалады ондай. Сол вайн түсіріліп жатқан кезде шығар, Дима Биландардың билеп жатқаны. Қайған? Бүйтетін не кетті ғой, TikTokта жаңағы өзінің тренді кетті, өзі Ақкөлектің бар ғой. Сол өлеңге Дима Билан биледі ма? Дима Билан тағым, сондай, короче, знаменитостердің бәрі билеп кетті, короче. Прикинь, ол СНГ-ге өтіп кетті. Ол біздің осы, прикинь, Қазақстандағы өзіміздің тиктокерлердің арқасы. Сондықтан да баршамен тиктокерлерге. Қазір негізі тикток деген өте мықты құрал ғой. Өлең шығуға, Да, я думаю, қазір даже
звезда болып кетуге өте мықты құрал. Просто дұрыс жағынан болса болды. Екеуміз бір бірімізді түсініп тоқтай қалды. Содан кейін сразу шабыт асылды ма тағы жазуға деген? Жоқ. Или пока сол Бізде волнада ондай бүйтіп жүрген? волнамен де біз оймен қатты о басында дер кезінде әншілер пайда табады ғой ақшамен. Бізде ондай бір талпыныс болған жоқ. Біз одан кейін де әндер шығардық, ондай талпыныс жоқ бізде. Потому что в душе бізде КВНщик дейтін нәрсе бар, болды. Бізде тек қанай әнші. Ну, Лучше бізде ол қанай прям, шықсын. Деген нәрсе бар жүрегімізде вообще. А біздер по-любому КВНщикпіз, жүргізуші, жаңа концерт бірдеңе. Қазір уже қабдол сол сфераға өтіп жатыр қатты. А мен екеуі де басында түсінбедік, бүйтіп тартындық, қабдолда мен де бүйтіп тартындық. Қанай до конца бізді сүйреген. Біз дейтін әнші болған, біз бұдан да артық істей аламыз деген сияқты бар ондай. Короче. Брат, сен шықшы. Мен өзім тартындым, сөйттім да, уже қабдол сенді да сол нәрсеге. Мен әлі сене алмаймын мысалға мен. Біреу мені әнші деп жатса, мен жыртылып қаламын қазір. Прикинь, реально сондай мен ішімде білмеймін, өзімнен қалып қойған бір қорқынышым бар. Мен әнші емеспін деген сияқты бір нәрсе. Ол извне болған жоқ па? Ешкім өйтіп айтқан жоқ па? Жоқ, ешкім вообще айтқан да жоқ. Просто өзіңе оценка. Мен өзіме өзім қойған оценкам ол, Зачем маған деген сияқты. Мен біреу нанын жегім келмейді деген сияқты нәрсе болды. А что по кайфу онда ше саған? Вот осыдан шаршамай. Например, жоқ, мәселе онда емес. Жүргізу? Жоқ, жүргізуден бөлек. Жоқ, күшті ғой негізі. Просто мен өзімді ұстап қалдым да, негізі өту керек бізге. Мен өзім сол кезде андай білмеймін, бір жастық па, или бір сондай бір менде бір проблем болды ма, мен түсінбеймін, короче. Мен өзім жауып тастадым сондай. Одан кейін уже қабдол соны түсінді, или мен де қабдолды бір жабуға тырыстым ба, сол кезде бар ғой, біз ондай емеспіз ғой деген сияқты. Қабдол түсінді да, қабдол ашылып кетті қазір. Қабдол қазір әнші, например. Қабдол мен қанай тартады мен қазір. Ұялма шеш құрсын, сен де бүйте берші бірдеңе деген сияқты бар ғой. Но білмеймін, мен өзім... Бізде просто андай ғой, КВНщиктің ішінде саморедактура қатты ғой. Вот, мен саморедактурам қатты оқыған, короче. Типа идеальный нәрсе сайын өсіп баратыр, короче, саморедактура. Болды, басқа ешқандай бір не жоқ. Ұра беру керек сияқты негізі. Ұра беру керек, жігітке... Ондай қанай жақсы сияқты ұра беруге, Ол өте көп нәрсе, көп стильді көре беру. Мен қанай дейтін, мен үшін ол дейтін, мен Джим Керрейді бұл өмірде ешкім басып өтпей ма деп едім. Қанайдың Джим Керрилығы вообще бұл әлемді жаулайды негізі. Кешегі шыққан киносы бар. Оның дауысы, сосын бізде Қанайды досы болған үшін мақтан емес. Кім болса да бәрі не қылады, мойындайды. Біз танымаймыз, битмейкер. В общем, не... өзі бит жасай ма? Жоқ, ойбай, битмейкер деп ғой, не дейтін еді? Ән шыққан кезде әнді не дейтін еді құрсын? Еще мен әншімін ба? Мотив деген, мотив. Бір битке мотив шығарады ғой. Ол дейтін мотивтің атасы қанай негізінде. Любой бір дық-дық деген нәрсе тұра ма, соның өзіне на-на-на-на-на-на-на-на-на. Короче, ызындатып бірдеңені қосып алады ма? Ана әшейін домофон шырлайды, таң-таң дейді ғой, ай бол деп сөйтіп қуып кете береді, короче. Любой нәрсеге мотив шығарып береді. Сондықтан да Қанайдың сондай кейбір соңғы кезде кеше кеттік бәрін тастап кино шықты, Қанайдың тек қана әнші деп танып жүргендер Қанайдың өнеріне кәдімгідей риза болды. Актер екен. Потому что оған сөз берудің қажеті жоқ. Ол дәл осындай стильмен кететін болса Қанай алдағы уақытта кәдімгі реальный тең. Джим Керрейге әйтеуір деңгейлесіп болады. Жоқ, еще Қанайдың бір жақсы андай несі бар, добрый. Сам по себе. Любой жерде андай не болмайды. Шыбын өлтірмейді ол. Реальный тең. Шыбынның өзін бағалайтын адам бүйтіп. Бұл жаратылыс қой деп. Қабдол сондай. Өлтіріп аламын? Екеуі де сондай. Жоқ, екеуі де сондай. Қабдол да, Қанай да андай. Еще айналып жүрген достарыңыз өте күшті. Өте қатты. Ондай жігіттермен қалай шығармасқа? Соны айтамын, не десең. Кес қоясың десең. Сонда бұл не ғой, бір үйде тұрып аттыңдар ол кезде, е? Үшеуміз қосылғанда ма? Иә. Біз бір үйде тұрдық. Үйленбеген ешкім. Ешкім үйленбеген, өнерге аш. Сондай болды. Барлығы жайдарманды қойып, андай ізденісте жүрген кездер, е? Қабдол екеуміз қосылып, артынан Қанай мен туған күнімде келді.
сол жылдары негізі КВН-да кажется қанаймен ондай қатты мен болған вообще жоқ. сол кезде мен сол қанай келген кезде ғана мен қанаймен араластым, оған дейін араласпағанмын қанаймен. Ол бірақ өйткені бір үлкен нелерді ойнап кеткен иә, Иә, бұрынғы поколениеда. бір информация, мен Қабдолдың да Қанайдың да жанкүйері болғанмын. А, да? Ол кезде олар эфирде жүрген кезде. Ну, Қабдол ладно танитынбыз. Типа танитынсың, а кімді Жоқ, танымасаң. екеуін де танымаған басында. Но бірақ ұнайтын. Сол кезде өте қатты екеуін. Сол кезде Казису мен Құлсары Кульштадт болып шығып жүрді кімдер? Қанайлар. Иә, мен білемін. Екеуі 2013-тің премьер лигасын жыртқан ең сүйкімді, ең сүйікті команда болған. Екеуі де бірақ полуфиналдан ұшып кетеді, короче. Финалға шығармай. Сөйтіп мен бұлардың жанкүйері болғанмын негізінде. Сөйтіп арада уақыт өтіп, үшеуміздің басымыз қосылып. Ну, Қабдол мен Жайдарман да уже одан кейін тусоваться типа бірге Алматыда шығып кетіп, и Қабдолдың қасына Қанай тартылады. Екеуміз де көріп қаламыз оны. Сөйтіп үшеуміз бірге тұрамыз. Әңгіме жарысатын түсінесіз. Бірдеңе істеу керек. Бізде көріп отқан сол кездегі даже іштегі редактура. Бізді біреулер көріп отыр. Біз бірдеңе істеуіміз керек деп күнде қозғаймыз. Завтрак ішсек те, обед ішсек те, ужин ішсек те, біз бірдеңе істеуіміз керек, бізді біреулер көріп отыр. Сонда кім көріп отыр? Кім ол бізге бірдеңе дейді. Біз типа бірдеңе істеуіміз керек дейтін нәрсе бола берді. И бізде андай не болған жоқ, фильтр болған жоқ. Істей бердік. Инстаграмға бір-бірімізді өтірік бірдеңе дайындаймыз, дейміз, күлеміз. Тұрсаң да, отсаң да, сен ана жерге бүйтіп жүрші, мен саған күлемін, деп кеатырып, өлең де шығып кетті, аны да шығып кетті, мына да шығып кетті. Ол тоқтамағандық деп ойлаймын, иә. Біз сол кезде қатты аш болдық, потому что үшеуміз отбасы. Ми жұмыс істете беріңдер ғой. Ми де жұмыс істеп тұр, и вообще кәдімгідей сол біздің жұмыс істеп сөйтіп біздің күлгеніміздің арқасында біздің жағдайымыз сол кезде реттеле берді. Біз бичевать еттік негізінде сол моментте. Потому что Алматыда көп алдандық, даже квартира алуға алдандық, анаған да алдандық, мынаған да алдандық. Именно үшеуі ондай ғана көп тойда жоқ, той болса да біздің гонорарымыз үлкен емес ол кезде. Типа жағдайымыз жасайтындай. Сөйтіп біздің бірақ сөйтіп қуғанымыз бізге көп көмегін тигізе берді. Халыққа да ұнап тұр, өзімізге де ұнап тұр, и бізге де тоқтамауға күшті нәрсе. Сөйтіп бір күні қалай коттеджде тұрып жатқанымызды білмей қалдық. Но арасында андай болатын ба, по-любому бір районнан біреу звондап қалады ғой, или жазып қалады ғой. Ондай бір болған жоқ па? Біз вообще әлі күнге дейін бізге бірдеңе десе де біз или тері қалың болып кеткен ба, или өтпей ма? Ондайға өтпейді. Типа, ну өзіме ұнайды, ол не керек саған? Бізге вообще ма андай? Жоқ, типа, бауырым, не істей жүрсің деген ондайлар болды ма? Бізге вообще деген болмапты. Болмап па? О баста, может, біз КВН бастап атқан кезде болған шығар, потому что біз сөйтіп әркім ол тарихты даже сен сұрақ қойып отырсың ғой, мен даже балдардан сұрамаппын. Бізде ондай болмаған. Потому что мен де ондай бір өзім, мен де білем қандай жерде өскенімді, біздің Қармақшы кішігірім Дагестан екенін білем. А так вообще ондай болмаған. Бізге қалай өсіп кетқан сайын балдар қуанды. Біздің достарымыз да, класстастарымыз да, бауырларымыз да әлі күнге дейін қуанады, сол моментте де қуанды. Біздің кішігірім жетістіктің өзін олар үлкен деп көретін тұғын. Әлі күнге дейін сондай болды. Ол наоборот кайф қой, зато қолдаушылар. Өте қатты кайф. Бізде наоборот бар ондай семейде. Семей просто орыстан кеткен ғой сәл. Может быть. Олар ар жақтар айтты, и лично маған тем более. Мен типа, борецпін ғой. Маған клоун дейді, короче, таза. Ол вообще қате нәрсе. Мысалы, біздің спортсмендер, мысалы, Мақсат Исағауыл. Қазақстан барысы. Қазақша күресем. Мен классасым, екеуміз парталаспыз кәдімгі. Бірге бір нанды бөлісіп жеген әлі күнге дейін классасым. Еламан Ерғалиев дейтін. Екі барыс бір Қармақшыдан шықты. Бір ауылдан. Екеуі де бір ауыз түкте де көрген жоқ никогда. Неге? Біз бір-бірімізбен мақтанамыз. Имеется в виду негатив жағынан. Біз негатив істей алмаймыз. Біз бір-бірімізге қатты мақтанамыз. Мен бір негатив істейтіндей мен шайып жатқан ештеңем жоқ. Біз ойнаймыз. Мен потому что сферам осындай. Мен оны бағалаймын, ол мені бағалайды. Дәл осындай әңгіме. Сондықтан да ол дейтін, бұл біреудің арманына деген, мен мысалға мен кішкентай кезімде арманым бір өнер болды да. Мен Бауыржан шоуды көріп өстім, например. Үйдегілердің мені қуантқаны үйдегілердің эмоциясын алу ғой. Мысалы, үйдегілер тамақ ішіп жатқан кезде Бауыржан шоу көрдік па, бала кезде соларға өйтіп өліп күлді ма, мен, значит, сондай болуым керек қой. Мен ана эмоцияны мен алу үшін.
қандай кісі деп мақтанып отты ғой, мысалы қандай бар ғой, Бауыржан Ибрагимов деген, Бауыржан шоудың кісілерін, Тамашаның кісілерін, Шаншардың кісілерін, мен осындай кісі болуым керек, осы әке шешемнің эмоциясын алу үшін деген. Сондай арман болды. Әркімнің өз арманы бар, просто біреу районмен жолып тастайды, біреу әке шешесі жолып тастайды, жоқ үйден бір доктор шықсын, жоқ үйден бір кім міліция шықсын деген сияқты нәрсе. Сенің арманың может бөлек шығар. Сен борец болам деп борец болмаған шығарсың. Правильно? Сен просто бір әкеңнің, шешеңнің бір эмоциясын алуға борец қылып қойды сені. Правильно? Сондай әркімнің эмоциясын қыспау керек та, мына вообще өсіп кетқан жастар. Кім өз неге бейім, давай деу керек қой, вперед. Менің әкем сондай болды. Мен вообще КВН-ге барам деген ой болған жоқ. Паханнан сұрадым, болды. Пахан мені, именно мен потому что үйдің кенжесі болдым, батя маған тұрды, болды. Балам, осы мен асырамай ақ қой, өзіңді асырай алатын болсаң, давай вперед деді. Давай, батя дедім, кеттім, болды. Қазір кайф шығар Соның арқасында кайф қазір. Қазір үйдің мақтанышы. Сонымен ауылдың мақтанышы. мамам мақтанады, мамам бір ауылда бір жерге қонақтыққа барса, балаңа рахмет деген әңгімесі, мамамды бүйтіп көтеріп тастайды дейді. Болды, мен үшін сол өте үлкен жетістік. Мен мияқтан ақша таппай ақ қояйын, мен бүйтпей ақ қояйын, мен кейде бүйтіп айтады. Оны үйдегілерге жеткізбейсің ғой. Қандай жағдаймен жеткенімді білмеймін. Просто ана жерге бардың, жетістік болды. Балаңызға рахмет, Қармақшы ауданын ойбай бүйтіп танытты деп. Ол любой отырыста мамаға айтылатын әңгіме. Мама күнде отырысқа барған сайын маған келіп айтып келеді. Балам, рахмет, менің абыройымды көтеріп тастадың дейді. Конечно, олар одан асқан бақ жоқ, сондықтан да әркім өзінің сүйген ісімен аралассын, айналыссын, болды. Вот если бала болса, не, қалай итпекшісін тоже өзін жібере саласың ба, өзін таңда деп. Дәл как или қалай, или басында үйретіп. Как думаешь? Просто өзін бүйтіп айттың ғой жаңа. Неге икемі кеп тұр, беру керек. Вот именно, сен айттың ғой. Адам, мен мысалы әкемнен қандай тәрбие көрдім, мен сол тәрбиені балама берем. Әкем менің алдымда жаман болған жоқ. Мен балам алдында жаман болмам керек. Әкем менің алдымда темекі шеккен жоқ. Мен балам алдында темекі шекпеуім керек. Батя шекті, батя айтты, өзі осындай жыл шеккенін, басқа болған бәрі маған менімен бөлісті. Әкем бізге просто воля берді, көріңдер өздерің деді. Кім болғыларың келеді, көріңдер деді, болды. Қинаған жоқ бізді. Сен мындай болуың керек, сен жұрттың баласын көрдің бе, классасының баласы бүйтіп өсіп жатыр, сондай болуың керек дейтін, бізге андай бір контроль берген жоқ. Өздерің біліңдер деді. Сондықтан да именно бірақ мені қатты андай не қылды, еркіндік берді. Андай именно осы кішкентайыма тиіспеңдер, бұл өзі әйтеуір бүйтіп шығады деді, болды. Сондықтан да мен де ертең балам, бірақ енді басқа жағынан контроль берем ғой, бірақ именно жаңағы не еді? Мамандық таңдау жағына келген кезде мен вообще әңгіме етпеймін оған. Еркіндік беремін. Потому что ертең күні өзің ғой мені осыған түсірген. Деп айтпас үшін, деп мен естімес үшін мен балам ол оқыса оқыды, оқымаса оқымады. Әйтеуір бірақ өзінің орын табатынын білемін. Оны тек мен шустрыйлыққа үйреткім келеді, болды. Балам болсын, қызым болсын, болды. Тек өмірде тек шустрыйлыққа, андай кішкентайынан бірдеңеге сындырғысы келсесін. Неде Кореяда ма бірдеңеде сондай дейді ғой. Баласына қолына ойыншық береді, оны бұзып тастаса, біз сияқтыға ұрмайды дейді да, келесі алып бермеймін деп. Ол соны бұзғанын қалайды екен да. Бұзсын, жыртсын, сындырсын, зато соны бүйтіп зерттеп бастайды екен бала. Вот қазір жайдарманшылар лично Қармақшыдан бөлек кетқан өзің болдың ғой. Алматыға жекеленіп кетіп қалған. Көбісі қалып қойды ғой явно Қармақшыда. Жоқ, до этого Алматыға емес. Мен до этого біздер ойнап жүрген кезде кетіп қалдым. 2015-те менің әкем қайтыс болады, сол моментте мен вообще КВН-ді қоямын деп атқан моментте мен есіне қалып кетеді, короче. Мен депрессиядан алып шыққанда сол моментте сол кісі. До этого да біздер сол кезде жасынармен бірге қосылып концерт қойып жүрдік. И мен сол кезде есіне алармен уже мынаяқта квартира алып, жұмыс істеп, жайдарманға жұмыс істеп сөйтіп кеттім да, и депрессиядан вообще шығып кеттім, реальный дейін. Сөйтіп қайттан КВН ойнайтын болдым. И балаларды бәріне айттым. Кетейік, бірге бірдеңе түсірейік, бірдеңе проект. Ол кезде бірақ қолымыз қазіргідей ашық емес қой. Білесің ба? Ол кезде әрбір жүріп тұруымызға біздің бір либо спонсорлық ету керек, біз либо маңдай терімізді төгіп жұмыс істеуіміз керек. Қазіргідей возможность жоқ. YouTube аша салу,
бірдеңе түсіре салу дейтін жоқ ол кезде. Мгм. И Не бір балалардың бәріне техника да жоқ. ұсындым, иә, и біз одан кейін де 2015-тен бастап 15, 16, 17, иә, 17-нің аяғына дейін ойнадық қой бірге балдармен. Но уже получается 2016-дан бастап уже Астанада, Алматыда. 2015-тен бастап. Даже 15-тен бастап, аяқ жағынан, иә. 15-тен бастап. Сөйтіп уже, можно сказать, жайдарманды онша бітірерде уже почти пісіп тұрдың. Да? Иә. Уже примерно бағыт бар, цель бар. Цель, иә, кәдімгідей Но болды. жігіттер қазір айта ма, сол кезде кетіп қалу керек деген ой бола ма Жоқ, өз ешкімде араларында? өкініш жоқ. Жоқ па? Потому Каждый что өз бәрі сферасын өзінің тапты ма? орнын, бәрі сферасы. Потому что мен тарта бердім, и барлығы өзінің сферасын түсінді, барлығы қазір отбасылы, и барлығы жақсы неғады. Тек бізде бір ғана нәрсе, ол біздің Жанболат командадағы. Тек сол кісінің өнерін халыққа жеткізу үшін оның жағдайы позволять етпеді, өзінің денсаулығы. Потому что өзі қазірде денсаулығымен сондай сәл не қылады. И біз сол үшін кейде бір қатты өкініш сол болады. Жанболатта да, біздің де команданың да іштегі өкініші сол. Ашылмай қалғаны деп па? Халыққа жеткізе алмай қалдық Жанболатты. Мгм. Любой сферада, ол спорт па, ол басқа ма, футбол ма, хоккей ма, анау ма, мынау ма, теннис па, басқа ма, любой сферада бар жігіт. Просто оның денсаулығы жетпей қалды соған. Мгм. Қазіргі таңда тек қана біз Жәкеңе тек қана денсаулық тілейміз. И біз оны қатты жақсы көреміз, біз оған рахмет етеміз болды. Так Аман бол. ешкімнің ішінде өкініш жоқ. Ондай жоқ. Кейіннен Арсен келді, Арсен өзінің арманына жетті. Арсен ол мерекенің бала кезден жанкері болды. Да? Қазір әйелі. Сондықтан да Ой, как хорошо. әркім өзінің күшті орындарын тауып алды командада. Скрытый бір талант бар ма? Бала кезден болған ба, спорт па, сурет па? Кім, менде? Иә. Жоқ, андай не жоқ. Күреспен айналыстық тек. Біз айтып отырмын ғой. Қазақша, енді самбо, дзюдо, бізде сондай. Бір жерге барасың болды. Қай жерден екем келіп тұр, жарысқа соған жібереді. Мұқач. Бізде, айтып отырмын ғой, Мақсат Исағұл, сол бізден шыққан спортсмендер өте көп. Жоқ. Чемпион мира. Жеңіл бес. Мұқач, 60. Жоқ, ол кезде 60-қа жеткен жоқпын, мен қойып кеткеніңіз. Мен қабырғам сынып КВН-ге келдім. Бәрі бүкіл жол КВН-ға кепті ғой. Вообще бүйтіп тіреді ғой. Жабы өкісті күресті. Тіреді ғой сол кезде қабырғасында. Вообще біздің классастар сол кезде бізде Мақсат Исағұл дейтін классасымыз, біздің мақтанышымыз болды. Ол бәрімізді күреске тартумен айналысты. Біздің мықты болғанымызда қалады. Ол әйтеуір түптің түбінде бір жетістікке жететінімізді түсіндіргісі келді. Бірақ бәріміз әркім өз жолымен кетіп қалды, классастар. Сөйтіп өзі бірақ сол сөзді айтып, сол сөздің жемісін көрді ғой. Чемпион мирада болды, чемпион Азияда болды, чемпион. В общем, бүткіл әлемде шығарылады. Ең соңында қазақша күрестен де әлем чемпионның несі? Қазақша күрестен сондай болды ғой, әлем чемпионаты болды ғой. Соның екінші орын иегері, ал Қазақстан барысы. Сондай нәрсеге жетістікке жетті. Сөйтіп күреске қатысқаным бар болды. Одан басқа бір скрытый талант дейтіндей талант жоқ. Не бар бәрін көрсетуге тырысамыз. Оның бәрін сахнада. Бір команданың ішінде өз заңдылық болды ма? Біздің ба? Қармақшыда. Болды. Қандай? Ешкімге жас шағынан үлкен емес, ешкімнен кіші емес. Типа, сен массовкасың, сен мынаны тазалауың керек, сен андайсың, мынаны бүйтуің керек дейтін болған жоқ. Ол басынан бастап келісілген әңгіме болды ма? Басынан бастап қойылған сондай біздің не? Бәріміз бір-бірімізге досым деп сыйласамыз. Сол кезде кім бала болсын, анау үлкен болсын. Ең жасы сол. Біреу добивщик болсын, біреу массовка болсын, біреу вообще микрофон ұстамай кетсін, ондай жоқ. Бәріміз бір-бірімізге досым деп сөйлесеміз. Бәріміз күнделікті ретінде бүгін мен жинадым, енді сіз жинайсыз. Ертең мынау жинайды деген сияқты қылып, сондай бір команда сондай қалыптасып қойды. Қазіргі күнде әлі күнге дейін командамен группамыз бар екеніне, әлі күнге дейін бір-бірімізбен бір хабарласып қалсақ, деп жабысып қалатынымызды ұстап тұрған сол деп ойлаймын мен. Потому что ешкімге андай қылып айтпайды. Короче, возрастное ограничениеден жауып тастадыңдар, иә?
кейде бір жыныңа тиіп кететін нәрсе болады, бауканікі. Соны айтқан үшін десең. Ойнап айтып. Просто бірақ қазіргі күнге дейін сөйтіп кетқанымыз сол ма деп ойлаймын. О басын сөйтіп ұстадық біздер команда. Жайдарманға реніш бар ма? Кезінде болды. Бір моментта болды ма? Бір моментте болды. Неге? Менің жайдарманнан ктаға кеткен кезімде болды. Потому что айттым ғой, мен 2018-2019? жоқ, 2017. 17. Ол кезде ктаның 2016-тан бастап дүрлеп тұрған кезі. Біздің барша ағаларымыз да, бауырларымыз да сол жақта ойнап жүрген кезі. Еще 1-4-тен ұшып кетіп. Мен 1-4-тен ұшып кетемін да, мен айтам, біз негізі ұшпауымыз керек. Жоғары лигада бірінші, екінші, үшінші орынмен өткен команда неге өту керек келесі турға. Үшінші орында кіммен тұрық біз? қтж ма сондай болды? қжу ма әлде? Қжу. Білем. Саяси команда. Саяси команда. Еще екеумізде ауылдаспыз, қармақшылық болды. Сосын мен айтам Есен аға, негізі 1-2-3 өту керек қой. Бүгін өтсек өттік, өтпесек онда білмеймін деп. Бірақ мен ештеңе демеймін. Бірақ мен ештеңе демеймін. Есен аға, мен сізден өтініш сұрап отқан жоқпын. Просто мен осы сұрақты қойғым келіп тұр дедім да. Болды. Оны ответте ештеңе болған жоқ. Сонымен не керек ұшып кеттік, артынша жаңа әңгімені естиміз. По-любому бір задача болды. Типа сендерді деген сияқты. Короче, сәл неудобный болып барады. Біздер уже, потому что жайдарманға біздер уже шығын болып барады. Шығын, уже. Потому что спонсор жоқ, біз жайдарманға жатып алғанбыз деген сияқты. Сөйтіп кетамыз да, артынша мен местныйда жұмыс істеп жүремін. Осы Астана қаласының местныйында жүргізушімін. Сөйтіп соңғы ойында финалды ма жүргізіп отқан кезімде атын айтпай қойын, бәрі білетін бухгалтер. Сол кісі келіп маған айқай шығарады сахнада. Короче, мен командаларды марапаттауым керек, марапатқа грамота жазылмаған. Ол менің жұмысым емес. Прям халық тұр, бәрі қарап тұр. Сахнада командалар тұр, маған дейді, созып атырым, уже 15 минутқа кетіп қалды, менде әңгіме таусылды, короче. Артқа барам, дайын ба деймін, грамота дайын емес. Ладно, артынша берерсіңдер деймін да, барам да, ойынды бітіріп тастаймын. Сол моментте келеді, ол кезде бір кісілердің қолдауымен сол кісінің алдында сол грамоталар сол кісі беру керек болған ба, бірдеңе болады. Маған жаңа бухгалтер кісі келіп айқайды салады. Бұл дейтін бірдеңе деп командалардың көзінше маған елереді, айқайды салады. Сахнада тұрып бәріміз. Мен айтамын, братан, менің жұмысым емес бұл. Менікі жүргізу тек. Оны айтшы, мен неше минут бойы ұстадым, қақта қылыңдар деп артқа қарай бұрылып атқан кезде бір боғауыздар кетеді маған. Ол боғауыз маған ұнамай қалады. Мен артыма қараймын да ответ беремін сол жерде. Бәрі қарап тұр. Бәрі естіп тұр. Командалар жеңісін төлеп отқан жоқ, уже біздің концертті қарап тұр болды. Полный музыка өшеді ғой, именно сол моментте. Мен айтам, маған кінәлі артпай қой кінәні. Деймін де қайттан кетіп жатқан жерінен бір дауыс естимін. Жвиш мені деп жатқан. Явно бір кісі бүйтіп оны ұстап тұр. Сөйтіп жатқан дауыс естимін да, мен де қатты жүрмеймін. Тоже қосыла кеттің бе? Жай жүремін, короче. Не істегісі келіп тұрсың да деген сияқты. Үндемей қараймын, келеді, жағамды ұстайды, тартып қалады да. Реально удар келатыр ғой бүйтіп. Қарап тұрып, тартып қалам, мына иығыма тек қыңқыта қалам да. Жайшама деймін ғой. Мен сені пәленше деп сыйлап тұрмын әлі, пәленше аға деп қойсайшы деп. Сол жағыма қараймын, Есен аға тұр. Есен аға айтам ғой, Есен аға айтшы, мен құрсын, сен классасың ғой деп. Атын айтпасың ғой, бәрін айтып қоям ба. Мен айтам ғой, сен классасың ғой, айтшы, қой деп. Деп атқанымша болған жоқ, екінші удар келатыр ғой, уже оң жағымнан бүйтіп. Резко тартып қалам, мынаған тет. Сонымен өзін бір құткызып, өзін итеріп жіберемін. Әлі бар. Мектептегі тема бар. Өзіне обратқа тықтым, короче, айтқанда. Потом жыным келіп қалды. Мен ана жерде уже не істеп тұрмын, түсінбей тұрмын мен. Сонымен бұрылам да, тоқта деймін ғой, короче, өз-өзіме. Қазір мен ана жерден кетіп қалсам, ана бір финалист командалардың барлығына көрініс, бәрі қарап тұр кинодағыдай бүйтіп. Базар жоқ кино болып тұр. Ол жерде мен кім боламын? Бүгін пәленше жандостың бір жерін айырып жіберді деген әңгіме.
тоқта деймін ғой, короче, жоқ. Обратно қараймын да, Еснаға түсінбей тұр, Еснаға шынымен де мен баласымын. Реально үйінде де жүрген, Еснаға түсінбей тұр ана жерде неге. Вообще ол теманы түсінбей тұр. Кімге қой деп айтарын білмей тұр, короче. Ол просто ортасынан келе салып Иә, тұр ғой. ортасынан қарап тұр дейді. Мен артқа қараймын да, бұдан кейін пошел тың Жайдарман, бұдан кейін пошел тың КВН деймін да кетіп қаламын, короче. Содан кейін жаңағы кісі түсінді, артынша шығып кешірім сұрағысы келді, мен вообще кет дедім ол кісіге. Сөйтіп мен сол әңгімем уже бұл декабрьдің ба, ноябрьдің аяғы ма, осындай кезде, осындай бір финал болатын кезде. Арада уақыт өтеді, жоғары лиганың финалы болады, мен уже бармаймын КВН-ге. Тупо қарауға да. Қарауға да бармаймын. Қарауға барам, билет алып барам. Ешкім уже ештеңе дей алмайтындай. маған, сен билет алғанын естіп, мен әдейі сол кісілерге айтып кетемін, сөйтіп. Еснаға айтты маған, қой, ашуланба бірдеңе деп. Мен айттым, мен ашуланған жоқпын, бірақ мен кінәм жоқ ол жерде деп. Бірақ осының бәрін деп сол кезде Еснаға өйстіп айтып бердім. Арада уақыт өтіп, фестивалі болады, фестивальде вообще келмеймін КВН Жайдарманның. Сөйтеді, Жайдарман финалынан кейін Ктан фестивалі болады. Сол моментте мен вообще білмеймін. Арсендер ойнайды ол кезде, тек қана қыздар ойнайды. Көп командалар ойнайды, біздің роднойлардың бәрі. Сол моментте болатқан кезде Ктанның фестивалі ойнайды жатыр, мен үйде жатырмын. Бүгін барсам ба ойынға көруге, бармасам ба деп жатқам. Балдар, мысалы, кешкі сағат 7-те бастала ма ойын, сағат 4:30-нің кезінде балдар звондап тұрған ма, Арсендер. Кта құтты болсын деп. Кетше деймін ғой, короче. Реально кта құтты болсын дейді. Кетше, ілмеше қуасың ба, үйде жатырмын. Неге айтпайсың дейді. Кетше, Зайжал. Деп телефонды қойып қойдым. Екінші родной звондайды. Келмеймін дегенің қақта ктаға деп. В смысле? Зайжал, мен үйде жатырмын, мен барған жоқпын. Мен үйдемін. Қойшы жаңаған тәкен ғана бізге дейтін фестивальде хабарлап жүрді ғой редактурада. Келеді екен соң, қайттан қойып қоямын, қайттан Арсенге звондаймын. Че за тема? Бәріміз өйсіп атобы болайын деп жатыр бірінші күн. Атобы іріктеу болайын деп жатыр. Жігіттер бүгін 8 команда өтеді, негізі бірақ араларынан 7 команда ғана өтеді. 8-ін шығып бізде Қармақшы құрамасын доборсыз, ойынсыз аламыз деп хабарлап жүрген. Просто, иә? Просто так. Мен вообще Аллахтың атымен ешкім пайда не при делах. Мен тұрамда реально сөйтіп айттым, таксиге мінемін де, неге пирамидаға басам. Пирамидаға кіріп барып, бәрі құттықтап жатыр. Құтты болсын. Қане ойбаш, келмеймін дегенің қайда? Дейтін әңгімелер басталып жатыр. Тұра тұршы. Сонымен баратын. Тұрсынбек аға қақтады. Сонымен ол кабинетіне бардым, кіріп бардым да ассалам алейкум Тұрсынбек аға. Осындай десем, неғасына естідік қой, бұл кеткен шығарсын болды. Итак есім, мен бірақ итак ктаға ашылғалы бері ағаларымыз жүр ойнап. Всегда редактурасында да, басқасында да, үйлерінде де. Типа негатив жоқ, просто барып жүрмін. Мен барып жүрмін, мен ешқандай негатив жоқ. Итак жүрсің ғой сен. Кеттік командаңды алып келді, давай ойнап кет. Жарайды, мейлі. Все, дедім. Онда менде бір-екі ғана вопрос. Команданың формасы, команданың келіп кетуі қалай деймін, біздің атымыздан деді. Все. Сөйтіп ктаның 1:8-іне кіріп кеткеніміз сол. Мен сол кезде мен Еснаға әлі айтқан жоқпын еще ктаға кеткенімді. Сол кезде қазір қалай хабарлайсың десем, қазір сен как раз нормально киініп келгенсің, бірінші қатарға отыр. Қазір мен 8-ші жолдама Қармақшы құрамасы істеймін, сен шығасың кубок алып кетесің деді. Мен жоқ дедім, короче. Потому что мен Еснаға ренжіткім келмейді. Мен әлі айтқан жоқпын ол жаққа. Мен ренжім Еснаға емес, басқа кісілерге, конечно. Ұйымдастырудағы біреулерге деп. Онда жарайды, барда рұқсат сұрап келеді, короче. Сөйттім да, мен қалай айтарым білмедім Еснаға. Менің реально ол кезде жүрегім ауырды. Осындай қызық болды, короче. Сөйтіп мен ктаға кетіп қалдым. Қалай айттың? Қалай айттың? Айтпадым вообще. Айтпадың ба? Просто кетіп қалдық, болды. Потом кейіннен естіді, кейіннен ренжіді. Кішкене болды. Ренж болу мен білдім. По-любому болатын. Сөйтіп жүріп, араға бір жыл салмай салып па, білмеймін. Барып, по-любому құшақтап кешірім сұрадым мен.
сөйтіп қайттан өзінің батасын берді. Нормально. Так что я Есін ағаның қазір именно в данный момент маған мен Есін ағаға ренішім жоқ, тек қана рахмет болды. Короче, никогда по идее Есен аға реніш болған жоқ. Жоқ. Просто Никогда арасында болмады. бір Есін ағаға непонятный вообще жоқ. адамдармен непонятка кісілердің. болды. Но конкретно личностьқа болған жоқ. Ну это значит организацияға болды. Но адамға болған жоқ. Жоқ. Есін ағаға әлі күнге дейін де, бұдан кейін де вообще реніш жоқ. Ол кісі болсын деп қана ұрсады, жақсы болсын деп ұрсады. Ол кісі өте мықты психолог, көптеген команданың дұрыс болуына септігін тигізген, сондықтан да біз оны тыңдадық. Әлі күнге дейін де тыңдаймыз. Тыңдағаннан жаман болған жоқсыңдар. Иә. Енді кино түсіру деген ой бар ма? Інчек, сен дайын тұрсайшы. Енді мен нені айтайын деген, вот кино түсіру деген. Өзің қазір актер болып шығып жүрсің ғой, ойындарда. Қайға? Киноларға шыққан жоқсың ба? Мен вообще шықпағам. Ондай арман бар ма? Арман бар, бірақ қара, не үшін шықпадым? Шақырту болмады емес, болды. Не үшін шықпадың? Мен өзімді эпизодта неде көргім келген жоқ. Тек главныйға хочешь, ашылып па? Болсам, нормальный бір рөлде болайын деген арман болды. И ол арман болды емес, арманым бар, и арманды соны жүзеге асыру мақсатында жүр қазір. Кино жайлы әңгіме басталған кезде сразу айтайын, біздің арманымыз, именно Михалаяның үшеуміздің киномыз, ол уже 2 жылдан асып батыр, бір идеямыз тұр. Құдайға шүкір, ол идеяны ұқсас қылып та ешкім түсірген жоқ. И ол өзімізде ғана тұр. Қайралып атқан шығар онша ол идея бір жағынан. Ол өте, жыл өткен сайын чет көп баратыр. Сол қайралып атыр. Ұшталып. Инвестор дейтін тема бар. Жаңа мен Жолбой Сұлтанға айтып келдім ғой еще осы. Инвестор дейтін тема бар. Біз инвестормен кіргіміз келіп тұрған жоқ. Если инвестормен жұмыс етсек, біз бұл киноны былтырма шығарып тастар едік. Неге инвестормен кіргіміз? Өйткені бұл сол инвесторға біз өзіміз ары қарай, чтобы өзіміздің бизнесімізді, осы кино жағынан бизнесімізді бастау үшін біз өзіміз ғана кіргіміз келіп отыр. И андай ғой, мысалы біз инвестормен бастасаң, сен ол жерде актерсың да? Болды. Права не твои. Да. Ал сен, если біз арманымыз уже КВН болды, КВНнен кейін басқа нәрсе болды, сахна болды деген сияқты. Үлкен сахнадан кейінгі арманың кино ма? Киномен ары қарай кеткіміз келе ма? Значит, өзіміз еңбектенуіміз керек. Инвестор салатын ақшаны біз табуымыз керек. Хоть қалай. Бірақ мына маңдай термен. Сонда қазір қалай жүзеге асып отыр? Ол процентімен каждый откладывать ете ме сонда? Жоқ, әлі басталған жоқ ол. Әлі басталмады ма? Ол үшін бүткіл Қазақстанны өзіміздің концертпен аралап келуіміз керек. Біз халыққа ол үшін не беруіміз керек? Біз ән, юмор, кеш беру керек қой вообще. Әдемі Қазақстанда болмаған кеш беру керек. И достарды тартып, кеш аралап, и сонда қалай? Содан түскен ақшаны вообще тиіспей ме? Вообще. Өте кайф идея екен. Сол ақшаны салатын болсақ, может ол атпай қалар. Может ол болмай қалар. Білмейміз. Бірақ чем айтқаннан біз істеп көрдік. Бірақ әрекетке берекет. Правильно? Да. Біз әрекет жасаймыз, берекет Алладан болды. Ары қарай Алладан күтеміз. Тек осыны істеп көрейік. Чем оңай жол ол. Біреуге сценаристке барасың, қазір еще продюсерлер былай, инвесторлар бар ғой. Кино дейтін теманы естіп атып, біреу 1 миллиард жинап десе, давай дейтін кісілер көп. Алдың, сценаристің ақшасын бердің, сценарий жазып жатыр, сен жүрдің тойыңмен бала-шағаңа, сценарий дайын болды, келдің, түстің. Ол жерде еңбек жоқ. Ешкім несіне тиісіп атқан жоқпын. Менің ойымша. Ну, короче, кому как по кайфу ғой. Мен ондай киноға еңбектене алмаймын ана рөлде. Мен просто ол жердің гонорар аламын болды. Если мен өстіп еңбектеніп келетін болсам, мен ана рөлді шықпайынша мен 10 дубль болса да мен ойнай беретін едім. Деген өзім ішімде ой болады. Значит, ол да бір мақсат. Ол мақсат, ол қойылған, әдемі қойылған мақсат. Мен сол мақсатқа жеткім келеді болды. И балдар да соған сенеді. Біз біргеміз,
бізде соған именно сол нәрсеге сеніп тұрып и соны істегіміз келіп тұр. Болмай қалса тағы айтамын халықтың алдында, мен болады деп жатқан жоқпын. Болмай қалса да біз ішімізде жүрген нәрсені істеп көрдік. Гештальт қой, короче. Иә, Гештальт жабылады. сонымен көрдік. Бітті осы. Мынау өте күшті идея екен, и осылай істеген, конечно, күшті. Енді мен соңғы сұрақ қойыш. Көп нәрсені енді сала бересің ғой, андай өзіңді нені бір өзіндік бір принцип бар ма? Мен мынаны салмаймын, мынаны көрсетпеймін, мынау артық деген өзіндік бір өзіңе қатысты бір принцип бар Бұрын ма? шатасқан кезім болды, ол жастықпен емес, может ақша жоқтықтың кезінен деп ойлаймын. Кейбір жігіттердің де салып жүргені сол шығар деп ойлаймын. Казино, анау, мынау сториске вообще адамды ақшаға тығу. Да, мен бұрын салып қойсам, кешірім сұраймын бәрінен. Ол кезде менде бір фильтр жасайтын ешкім болмады. Маған топ беріп отқан, реклама топ беріп отқан адам маған компьютермен дәлдеп келіп отты. Ол кезде дәл осындай принцип болды, бірақ мен білмедім. Бірақ маған артынша жазатындығын мен алдам қалып деп. Сондықтан да халықты алдау жағынан, халықты бірдеңе жағынан, мен қазір бір реклама түсетін болсам, маған мен оның Зерттеп алу керек. ақи-тақиына шығып, зерттеп, кешеден маған каждый сторисіңа 400 мың теңгеден деген бір 2 сторис алғысы келді. Біреу не ол деп едім, алтын сату бойынша деді. Алтынды вовремя алып, вовремя сату бірдеңе деген сияқты. Полный маған текстін жіберді, полный маған ссылканы жіберді. Сол кезде ғана не істеймін дедім, келсем дедім. Болды, брат деді. Фук жоқ. Олар уже біліп тұр. Сондықтан да мен ешкімді алдағым келмейді. Себепші мен болғым до келмейді этого ғой, да вообще. я сондай нәрсе істеп қойған болсам осы уақытқа дейін. Бұрындары ол. 2019 кезі болу керек, 18 кезі болу керек. Когда біздерге тек ақша керек болды. Ол кезде біз білмейміз. Сондықтан да сол нәрсе ғана жүректе қалған. Біреуге көмегім тисе, біреуге шынымен де бизнесі болса, оған көмегім тиіп жатса, мен вообще қуанамын болды. Все, good. Өте күшті подкаст болды. Рахмет Ал келгеніңе. вообще жігіттерге, біздің Сұлтекең мен Нұрекеңе вообще отдельно рахмет. Үйлеріне келдім. Жігіттер вообще еңбектеніп жатыр. Мен сендерге қарап шынымен де қуандым. Потому что драйв ұрып тұр. И андай бойларында қан жүріп тұр. И соны сендер күшті қылып істеп жатсыңдар болды. Так что Алла қаласа бір алдағы уақытта 2 жылда бұл кісілер кино түсіреді ау. Иә, сол күнге жетіңдер. Кстати, мен бір айтып кетейш, біз сериал түсірдік. Оны өзіміз түсірдік, өзіміз түстік, өзіміз жаздық. Полный, как сіз айттыңыз, соны өзіміз соны істедік. Молодцы. 5 серияға. Ал, болды. Хотя там, 150-160 мың просмотр, но жаңағы не ғой? По-любому үлкен өзің не істедің, өзің үйттің. Мысалы 150 мың сен үшін ол дейтін 160 мың, конечно, ол менің қазір патологым, но бұл жерде андай момент екен да, ол кезден біз бүйтіп түсір көрдік қой, бәрін көрдік. И мен вот бүгін ғана патрульға бардым ғой. Маған айтады, осылай 2-ге дейін бітірейікші, біз үлгермей жатырмыз съемкамен дейді да. 7-де бастаймыз дейді, в общем. Мен таксимен барам да, андай сіңіп апты уже бойға, рөлді береді, бір оқисың да. Еще ол жерде Русомаров қой, тем более КВНчик та, андай қат-қалғы етпейді диалогпен. Өзіңе дәлдеп ал деді. Болды, сразу екеуміздің диалогымыз болды. Тук-тук-тук-тук. 1,5 сағатта ұрып тастадым, 6 сахнаны. Ана сразу андай бар ғой, все, міне КВНчиктар қараңдар деп. Неге командаға айтып жүр ғой. Міне осылай КВНчиктармен істеу керек деп андай. И мен соны сездім, то что біз анан істеп тастаған соң мынаған етіліп отыр екен, короче. Біз оны жеңіл қараймыз ғой, көрдің ба, жүрекке қабылдамайсың. Жизнь қараймыз ғой біз. Біз жизнь қараймыз. Олар қала береді андай. Бұны мақтаудың қажеті жоқ қазір. Бірақ театр по-любому бізден выше. Театрда оқыған кісілер. Выше, бірақ ол кісілер до такой степени ол кісілерді қатты үйретіп тастайды. Содан соң олар қатты образға не қылады. А біздер риск құтылып, бізде бірдеңе де болған оқиға, қолымда стакан деп ойлаңыздар деп өтіп кеткіміз келеді негізінен. Сондықтан ешкімде жұмыс не емес. Бірақ біздің КВНчик болғанымыз сондай именно КВН продюсерлер сондай сериал бірдеңе түсіріп жатса вообще күшті да. Осымен қоштасайық. Все, рахмет. Мен саған вообще ырзамын. Да? Көп рахмет шақыртуыңа. Рахмет. Әлі айтылмаған әңгімелер көп. Бір 20 күннен кейін ба, бір аптадан кейін ба тағы келем. Негізінде. Үй өзіміздікі, студия дайын. Бұл, наверное, бірінші шығар, то, что осылай үйге студияда түсіп отырған. Кстати, менде бір рахмет айтып кетейінші. Негізі бұл кісінің енді өзінің қаралымдары бар, өз адамы бар. Бізде негізі вообще қаралым жоқ.
соған қарамастан көйіншік деп келіп сыйлағаныңызға рахмет. видео айтып сендердің қаралымдарың өте күшті. Все, давайте қолдайық бір-бірімізді. Колокольчик, анау мынау подписка бәрін істеп қойыңыздар. Именно менің атымнан келіп жатқан көрім болса, пожалуйста, білесіңдер подкастымнан қалай. Спасибо. Айтылмай көп әлі. Ей, несі ше? Бағаланы.